Ән-Ниса сүресі 84-93 аяттар. Ендеше, Алла жолында майданға шық. Осы жолда өзіңді жігерлендір. Соңынан ерген мүминдерді де жігерлендір. Осыдан кейін Алла кәпірлердің қаһарын басуы да мүмкін. Өйткені ол теңдесі жоқ күшті, әрі жазалауда да оған тең келер ешкім жоқ. Кім халыққа шарапаты тетін игілікті іске себепші болса, содан өз несібесін алады. Ал харам іске себепші болғанда да берілетін жазадан өз сыбағасын алады. Болмыс атаулының билеушісі бір Алла. Сендерге әлде біреу шын көңілден сәлем берсе, сендерде одан да көркем түрде немесе өзінің айтқанындай деңгейде жауап қайтарыңдар. Пенденің әрбір ісі Алланың бақылауында екенінде ешқандай да күмән жоқ. Алладан басқа тәңір жоқ. Әлбетте, қиямет күні ол сендерді өз құзырына жинайтынында еш күмән болмасын. Алланың сөзінен басқа ешқандай тура сөз жоқ. Мұнафықтарға байланысты екіге бөлінетіндей сендерге не қара көрінді? Жасаған күнәлары үшін Алла оларды күпірлікке ұрындырды. Әлде Алла адастырғандарды жөнге салғыларын келе ме? Кімді Алла адастырса, ол пенде тура жолы таба алмайды. Олардың сендердің кәпір болғандарыңды қалайтын себебі өздерімен тең болса дейді. Сондықтан да иманға келіп Алла жолына хиджрат жасамайынша кәпірлерді дос тұтпаңдар. Ал егерде қан майдан кезінде сендерді сатып кетсе, ұстап алып көзін жойыңдар. Ондайлардың ешқайсысын не дос, не жәрдемші деп есептемеңдер. Сендермен екі арада бейбіт келісім бар. Үшінші бір елге барып, пана сұрап, орныққан халықтың жөні бөлек. Сендермен де, сендерге қарсы болған өз елімен де жауласқысы келмей, қапаланғаннан жүктерін қайғы басқандар да бар. Егерде Алла қаласа, олар күш алып сендермен шайқасқан болар еді. Бойларын аулақ салып, сендерге соқтықпаса, немесе бейбітшілік жолын ұсынса, ондайлармен шайқасуға Алла жол бермейді. Өздерің-ақ көресіңдер. Сендердің де өз жұртыңның да сеніміне кіріп алғысы келетіндер де бар. Бүлікке шақырған ұран шықса болды, олар дереу көтеріліске шығады. Егерде олар сендерден бойын аулақ салмаса, немесе зиянды іс әрекеттерін тыйып, бейбітшілікке келмесе, қай жерде болсын көрсеңдер болды, қолға түсіріп өлтіріңдер. Мінекей, жауларға қарсы сендерге осындай құқық берілді. Абайсызда болмаса, мұсылманды өлтіру мүлдем дұрыс емес. Білместіктен бір мүминді өлтіріп алған пенде, мүмин болған құлды азат етуі керек. Және де өлген адамның туыстарына құн төлейді. Егерде олар кешірім жасаса, ондай міндеттен босатылады. Ал марқұм мүмин адам сендермен жауласқан елдің ішінен болса, онда тек мұсылман құлды азат етуі міндеттеледі. Өлген адам сендермен одақтас жақтан болса, туыстарына құн төлеп, мұсылман болған бір құлды азат етілу шарт. Кімнің оған шамасы келмесе, 2 ай қатарынан ораза тұтып, Алла жолында тәубе етсін. Алла бәрін білуші дана. Кім бір мүминді әдейі өлтірсе, оның жазасы тозақ. Онда ол мәңгі қалады. Алла оған қаһарланып қарғыс айтады, және оның жазасы да азапты болады.